Қайырлы күн балалар. Қайырлы күн. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Дүниетану сабағы. Шаттық шеңберіне жиналамыз. Әрбір бала жарық жұлдыз. Әрбір бала жарық жұлдыз жарқырауына көмектес деп Мәшһүр Жүсіп атамыз айтқандай, барлығымыз жарқырап жүруіміз керек екен. Ал олай болса балалар, бүгінгі сабаққа досымызға сәттілік тілейміз де балалар. Кім? Бастайды, Раяна. Айбын досым мықты бол. Нәйіз досым сабақта есен бол. Аяна достым көп базена. Рамис? Рамис достым жақсы оқы. Көп башина. Аяна? Белсенді? Белсенді. Өте жақсы. Сәрдәр досым жақсы бол. Ерке жақсы оқы. Рәдилер досым жақсы оқы. Амина досым атаның ауырмасын. Ақтөбе досым жақсы оқы. Раяна? Раяна досым сабақта көп базина. Өте жақсы балалар, өте жақсы. Олай болса, достарымыздың айтқан тілегін қазіргі сабақта орындаймыз деп? Орнымызға жайғасамыз. Олай болса, балалар, барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Демек балалар, бүгінгі сабағымыз қандай екен? Не туралы екен күндері екен балалар. Күнмен түн ауысып, не болады екен? Тұрады. Күнмен түн ауысып, ол бір күн болады екен. Бір күнде, бір тәулікте неше сағат бар? 7. Бір тәулікте 24. Өте жақсы Сәрдар, керемет. Бір тәулікте 24 сағат бар екен, не болады? Енді бір аптада неше күн бар? 7. Өте жақсы. Бірінші күн не деп аталады? Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Өте жақсы балалар. Олай болса, бүгін нешінші күн? Бейсенбі. Бейсенбі дегеніміз қай күн? 4-ші күн. 4-ші күн. Өте жақсы. Кім? Алена, ертең қандай күн? Ертең жұма. Ертең жұма. Ирада, жұма деген қай күн ол? 6-шы. Бізден жауап береміз. Жұма деген 5-ші күн екен балалар. Жұма. Біз қай күндер демаламыз? Қай күндер демаламыз? Сенбі. Сенбі, тағы? Жексенбі. Біз балалар сенбі, жексенбі күндері демаламыз екен. Демек, сенбі, жексенбі күндері қай күн ол? Ол демалыс. Демалыс күндері, 6-шы және демалыс күндері біз 2 күн демаламыз екен. Балалар, олай болса
жайы. Кім? Айбын. Келе ғой. Кім? Айбын жұмыртқа жинай алады. Тауықтың ішіне не аламыз? Жұмыртқа аламыз. 9-шы Ой, соғыз былай. 6-шы күн 60 күнді сенбі бас бармақпен бағалаймыз балалар. Өте жақсы, керемет. Рамиля. дүйсенбі Бас бармақпен бағалаймыз. Өте жақсы. Жұмыртқа жинайтын немізге саламыз деп, нағын сал. Кәусар. төртінші күн 4-ші күн дейді. бейсенбі Бас бармақпен бағалап отырамыз. Өте жақсы. Олай болса балалар, дәптеріміздің 8-ші бетін ашамыз. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде бізде бірінші тапсырмада бір аптада неше күн бар деп сұрапты. Кім? Еркебұлан, бір аптада неше күн бар еді? 7 күн бар еді. Ал енді осы жерде 7 деген санды тауып белгілейміз. Одан кейін мына жерде қай күн түсіп қалды, соны дәптерімізге жазамыз. Өте жақсы. Жарайсың. Өте жақсы. Жарайсың. Өте жақсы. Ал енді балалар, кішкене серігіп алайық, барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Балалар, қазір біз топта тапсырма орындаймыз. Бізге поштадан хат келіпті. Хатта әрбір топқа әртүрлі хат келіпті. Ашып, қазір топпен бірігіп орындаймыз. Сендерге 3 минут уақыт берем. 3 минутта топпен бірігіп орындаймыз. Біздің топ бойынша поштадан хат келіпті. Ол жерде апта күндерін орындалды. Ретімен орналастыр депті. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Өте жақсы балалар. Кім кері байланыс береді? Кім береді? Кім? Айбын. Достарым, сендер тапсырманы жақсы орындарыңдар. Күшті орындаптыңдар. Сендер қалай деп бағалайсың? Жақсы. Өте жақсы. Олай болса балалар, саралау тапсырмасы ретінде барлығымыз ұялы телефонымызды аламыз. Квиз тапсырмасын орындаушы едік қой? Енді барлығымыз join the quiz
кейде сабағымызды өрмекші туры арқылы қорытындылаймыз. Бұны әр топ өз орындайды. Білеміз ғой қалай орындайды? Апта күндерін білмеген оқушылар топқа іліне алмайды. 6-шы күнде. 6-шы күн не дейтін едік? Сенбі. 5-ші күнде. Ирада 1-ші күнде дейді. Дүйсенбі. Бірінші күн. Мынаны білмейсің ба? 5-ші күнде. Жұма. 6-ші күнде. Сәрсенбі. Сенбі. Екінші күн. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қазір мен сіздерге кеме беремін. Маған кері байланыс бересіңдер, е? Кеме арқылы қалай кері байланыс беруді білеміз, е? Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Өте жақсы. Олай болса, кері байланыстарды маған әкеліп өткіземіз. Балалар, осымен дүниетану сабағымыз